Арт-терапия қағидаттарының бірі бұл оқушыны эмпатияға, яғни жанашырлыққа тәрбиелеу. Роза Мұқанованың мәңгілік бала бейне шығармасын оқытуда осы арт-терапия қағидатын басшылыққа алған жөн. Себебі мұнда оқушы тек Ләйләні ғана емес, сондай-ақ Қатираны да түсінуге тырысады. Арт-терапия қағидаларының бірі бұл өз шығармашылық жұмысы арқылы эмпатия, мейірбандық, түсініспеншілік білдіру. Бұл қағиданы іске асыру үшін Роза Мұқанованың мәңгілік бала бейне шығармасы таңдалды. Себебі шығарманы оқи отырып сан түрлі эмоцияларға кенелесің. Аталған шығарманы меңгерту үшін тыңдалым, айтылым дағдысы бойынша көркем немесе көркем емес мәтіндердегі жағдаятқа қатысты сезімді, эмоцияны жеткізе отырып, баяндаушыны өзгерте отырып мазмұндау оқу мақсаты ұсынылған. Осы тұста оқушыларды топқа біріктіріп, шығарманың қажетті тұсын тыңдатып, бірінші, екінші топқа Ләйла бейнесіне, үшінші, төртінші топқа Қатира бейнесіне эмпатия жасау тапсырмасын беруіңізге болады. Оқушыларға тапсырманы 3 қадамнан тұратын 3D әдісі арқылы ұсынуыңызға болады. Қатира өзінің тағдыры бөлек, мінезі тым қатыгез, ол балалық шағының қызығын көріп өспеген, яғни сен полигонның жағына өмірі көп өзгеріп, өмірдің зардаттарын шеккен, басқа адамдардың көзіне ол өте аяусыз жан деп көрінеді, бірақ оны да ішкі жан дүниесінде әртүрлі қиындықтар болып жатыр. Яғни оны да түсінуге болатын жақсы кейіпкер деп ойлаймыз. Жақсы. Қалай да елестер бұны? Қатира семей полигонындағы жарылыстан кейін өзінің ата-анасынан, туыстарынан айырылып, және соның семей полигонынан өзінің жақсы эмоцияларынан айырылды. Осындай психологиялық ауруға туындады. Соның әсерінен осындай тас жүрек болып кетті, қатыгез болды. Оны қандай суретпен көрсетіп отырсыздар сіздер? Мына жерде таныстырып беріңіздер. Қарасақ ерекше сурет. жарылып, Бәріңіз келіңіздер. Келіңіздер. ата-аналарынан жалынып отыр. Бұл Қатира ма? Мынау ненің белгісі? Семей полигон. Енді сіздердің оған деген сезімдеріңіз қай суретте көрініс тауып тұр? 3D әдісінің тиімділігі қалай көрініс тапты? Оқушылардың ақпарат алмасу, кейіпкерге жағдайға эмпатия білдіруі, ұжымдық әрекеттерге белсене қатысуы, сыни ойлауы артты. Қатираға нақ боламыз, себебі оны көре айтты. Бұл Қатира, бұл Семей полигонының кесірінен мінезі қатты өзгерген, қатыгез, ішінде жанашырлық сезімдері мүлдем қалмаған, былайша айтқанда тас жүрек әке десек болады. Көпшіліктің көзіне жағымсыз кейіпкер болып көрінсе де, оны да түсінуге болады. Бұл жағымыз соған да ауыз тиіп, өмірдің астан-кестен шығарғаны жалған емес. Ләйла секілді бұл да осы өмірін тілеп алмады ғой. Сондықтан біз оның мінезінің осылай өзгеруіне және оның қатыгездігіне ешқалай мін таға алмаймыз. Және тағуға құқығымыз да жоқ. Бізде бірінші суретте бейнеленген ол Қатираның кішкентай кезінде Семей полигонындағы жарылыстарды көргенде оның ішкі дүниесі өзі жақсыдан жаманға ауыса бастаған және осы кездегі Қатира үлкен кезде Ләйләнің өлімін жасырып, қасына жарылыстан келген адамдарға ұрсатқан кезде. Бұл кезде оның қандай қатыгез және де қалай өте жанашырлығы жоқ екенін көрсете аламыз. Және тағы да басқа дәлелдерді біз әңгімеде алатын болсақ, ол Ләйләға қатты қарамайды, Ләйләға үнемі ұқса беретін. Және бұл кішкентай заттың өзі кешіруге болатын кездерден болса. Енді осы жерде сіздің қай сурет сіздің Қатираға деген жанашырлық сезіміңізді танытып тұр? Суреттің қайсысы? Суретті? Маған бірінші сурет.
жанашырлық сезімді оятып тұр. Себебі бұл жақта қатира кішкентай кезінен бастап семей полигонының жарылыстарын көріп куәгер болған. Демек сіздер қандай сезім танытып тұрсыздар қазір қатираға? Түсініп тұрсыздар қатираны, иә? Жақсы, жарайсыздар, отырғандар түсініктеріңізді ерекше. 3D әдісі арқылы оқушылардың мәселені шеше білу, өз көзқарасын сенімді түрде білдіру, сұрақ қоя білу, жауап іздеу дағдылары артқанын байқауға болады. Әпкесінен ешқандай жылу көрмеген болатын. Ол өз тыныштығын сайдағы аймен сырласудан табатын еді. Табиғат адамнан мінезі жақсырақ болғаны ма, немесе адамдар полигон деп кішкене естен ауысқаны ма. Бірақ та бұл табиғатта, яғни айда ешкім оған серіктес бола алмайды. Біз бұл жерде бір фигура ретінде біз оны оған қалай Сезімдеріңіз оған деген. біз оған жақсы және біз оған қайғысына ортамыз Қай сурет арқылы көрініп тұр ол? Қайсына ортаға келдіңіз? Қай сурет арқылы көрініп тұр? Сіздер ортаға келдіңіз көрсетіп тұрсыздар, қараңыздаршы. Өте жақсы бұл, өте сәтті шыққан екен. Бұл не? Мына жерден көріңіз, мына жерден көріңіз. Қарсы жүріп алыңызшы. Мына. Демек сіздер бұл жерде неге қостыңыздар бұл музыканы? Бұл жерде қандай? Лунная соната деген, лунная соната ай туралы соната болғандықтан, бұл айдың бейнесі болғандықтан біз осыны. Жақсы, жарайсыздар. Оқушылардың эмпатия жасаумен қатар ақпараттарды талдау, өз ойын дәлелдей алу, шешім қабылдау дағдылары молайды. Осы байланысты шамалы өлеңі яғни бұл үзіндіде өлеңнің осы өлеңнің үзіндіде осы әнші аймен сырласып жатқан секілді әңгімесін айтып жатады. Жақсы, енді сіздерге бір сұрақ. Бұл жерде сіздердің осы Ләйлаға деген сезімдеріңіз қай суретте көрініс тауып отыр? Сіздердің сезімдеріңіз. Сіздердік ма? Осы смайлик арқылы көрініс тауып тұр ма? Бұл қалайсызда, бұл не үшін? Дарлинг, не деген? Сіз аяушылық сезіммен қарайсыздар ма? Жақсы. Сезімдердің өзінің жақсы. Енді егер сіздерде мүмкіндік болса, Ләйланы қалай жұбатар едіңіздер? Ләйланы қалай жұбатар едіңіздер? Мүмкіндік болса. Осы болып сырласатын, оған көмектесетін. Демек оған серік болар едіңіздер, иә? Сіздер қайқылмайсыздар ма оның түрінен, оны кемсітіп, мүсәпір ретінде? Жеркеніш сезім болмай ма сіздер? Кемсітпеу деген? Рахмет, жарайсыздар, суреттеріңіз өте ерекше шықты отыра. 3D әдісі оқушылардың белсенділігін дамытып, болжау, басқаларды түсіну, дербес пікірін ұсыну, қорытынды жасауға үйретті. Арт-терапия қағидаларының бірі шығармашылық жұмыс арқылы кейіпкерге эмпатия, мейірбандық, түсініспеншілік білдіру. Оқушылар көркем шығарманы үлкен қызығушылықпен әрі белсенділікпен меңгере отырып тың идеялар ұсынуға көмектесті.